Құрметті халайық, жаңалықты естіп жатқан шығарсыздар, иә? Путин қазақ тілінде мақала жариялады. Бұл жаңалық Қазақстанды да, Ресейді де елеңдетіп қойды десек болады. Себебі Путин бұрын соңды осындай қазақ тілінде мақала жариялады ма? Қазіргі кезде бұл бұқаралық ақпарат құралдарында қатты талқыланып жатыр. Неге Путин бұлай істеді? Не үшін қазақ тілінде мақала жариялады? Қазақстанға іс-сапармен келген болатын, иә? Неге Путин бұндай қадамға барды? Амалсыздан барды ма? Қазіргі кезде Ресейдің араласатын, Ресеймен достық байланыс орнатқан елдер әлемде саусақпен санарлық. Ресейдің қаншама әлемдік кеңістікте нелері, одақтастары бірінен кейін бірі кетіп жатыр. Венесуэлада Мадуро билігі құлаған білесіздер. Иран Ресейден қазір көмек сұрамаса көмек бере алмайтын ел десек болады. Себебі қазір көріп отырсыздар, Иран бұл Израиль мен Америка арасындағы үлкен Израиль, Америка Иранды қазір әбден тығырыққа тіреді. Қытайға Трамп барып келді. Енді Путиннің достық орнататын мемлекеттері саусақпен санарлық қана. Және Қытайға жасаған іс-сапары кезінде Путиннің тағы да жоспары орындалмай қалды. Яғни газын өткізе алмай отыр. Қалай дегенмен де қазақ тілінде мақала жариялауы Путиннің бұл жаңалық кәдімгідей. Себебі жақында ғана білесіздер, иә? Көп болған жоқ, жақында ғана Путиннің қазақ тіліне байланысты, Қазақстанға байланысты айтқан сөзі қоғамда үлкен ашу ызасын келтірген болатын, иә? Ол қандай сөз еді? Путин былай деді: Қазақстан іс жүзінде орыс тілінде сөйлейтін ел деді. Қазақстан іс жүзінде орыс тілінде сөйлейтін ел деген баға берді. Бұны Дума депутаты, не болмаса Ресейдің бір қоғам белсенділері жариялап жатқан жоқ. Бұны Ресейді басқарып отырған Путиннің өзі айтты. Қазақстан іс жүзінде орыс тілінде сөйлейтін ел деді. Ал арада уақыт өтті шамалы. Қазір Путин қазақ тілінде мақала жариялады. Не үшін? Егер де Қазақстан іс жүзінде орыс тілінде сөйлейтін ел болса, неге орысша емес қазақша мақала жариялады? Неге орысша жариялап қоя салмайды деген сияқты. Сонда Путиннің айтқан сөзі мен істеген іс-әрекеті екі түрлі болып отыр ғой енді. Енді қазіргі кезде қоғам белсенділері, саясаттанушылар неше түрлі болжамдар жасап жатыр. Путин неге мұндай қадамға барды? Және Путин мақаласында Қазақстанға, өркендеп жатқан, дамып жатқан Қазақстанға Ресейдің үлкен құрметпен қарайтынын жариялады. Енді ойлай беріңіздер. Тығырыққа тірелген Ресей осындай қадамға барып отыр. Әрине біз бұны қуанышпен қабылдауымыз керек. Расында да Путиннің қазақ тілінде мақала жариялауы бұл Қазақстанда нені білдіреді? Қазақ тілінің қаншалықты қуатты тіл екенін, біздің ана тіліміздің қаншалықты елімізде кең тарағанын көрсетеді. Сондықтан қазақ тілімізді біз одан әрі нығайтуымыз керек, дамытуымыз керек. Өйткені бұл біздің анамыздың тілі. Анамызбен, анамыздың сүтімен келген тіл. Бойымызға дарыған тіл. Өйткені Қазақстанның қорғайтын санаулы байлығы болса, бұл біздің ең бірінші байлығымыз бұл қазақ тілі. Сондықтан бұл қуанышты хабарды бүкіл таныстарыңызға таратып жіберіңіздер. Расында да Путиннің жасаған бұл әрекеті ойланарлық нәрсе екен.